айналатын сөз деп ойлаймын. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепте керегі білімді, педагогика мен методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім керек. Микрофон өшірсем, қабаттасып сөйлеп мен жас маманның өшіріп тастау керек. Үстінен бассаңызшы, өшіріп тастаңыз. Екі сол кісінің қарайын, барсыз ба, дене шынықтыру. Мына жерде бір кісі өте кедергі добавить участника. Жүресінен бассаңызшы. Фамилияңыз сізде? Выключить деп бассаңызшы. Құрметті әріптестер, әсіресе университетті бітіргелі отырған жас мамандар. Сіздер үшін мектеп диплом алып, маман болып, және Айбек Аманжол. Айбек Аманжол деп жатқан азаматша өшіріңізші телефоныңызды, ой, неңізді, даусыңызды. Кедергі келтіріп жатырсыз. Рахмет сіздерге. Енді тікелей байланысты осындай кедергілер болатынына үйреніп те қалдық. Алғашқы дипломды қолына алғаннан кейін мектепке келетін жас маман ең бірінші нені білсе, тәжірибелі ұстаз ретінде мен мұны ұсынамын. Қолына диплом алғаннан кейін, мамандығын алғаннан кейін кез келген мектеп жас маманды маңдайынан сипап келе ғой деп қабылдай қоймайды. Жас маман өзін түйіндеме арқылы мектептерге ұсынады. Сол кезде ең алдыменен түйіндемені сауатты, мазмұнды жазса. Әрине түйіндеме жазуды кез келген жоғарғы білімді азамат жаза алатыны анық. Бірақ ең бірінші түйіндеме жас маманның өзін-өзі жарнамалауы. Сол түйіндемеге қарап, мектеп басшылары өздеріне керекті маманды іздейді. Тек қана теориядан мықты маман емес, оның тәжірибесінде не бар дегенді де қарастырады. Өйткені жас маман тәжірибеден өтіп жатыр ғой, ол азы көпті өзіне бір нәрсе жинап жатыр. Содан бойында не бар деген жаңағы сұрақты міндетті түрде мектеп директоры жас маманға қоятыны анық. Екінші қадам, бұл жас маманның мектепке барғанда мен не істеймін? Алдымда қандай жоспар бар? Өзімді өзім қалай дамытамын деген жоспары болады. Бұл барлық ұстаздарда да бар, бірақ жас маманның даму жоспары болу керек. Осы 5 жылдықта жас маман нені оқиды, нені пайдаланады сабақта, әдістемесін қалай жетілдіреді, теориясын қалай, кімнен оқып үйренеді деген нәрсені жоспарлап алу керек. Үшінші, жас маманның педагогтық ұстанымы. 5 жыл, 4 жыл институт қабырғасында болған кезде оның бойына сіңген педагогикалық қағидалар, педагогикалық теориялар оның азы көпті ұстанымын қалыптастырды. Әсіресе жаңағы тәжірибеден өтіп жүрген кезде жас мамандардың мен көп білемін, мен жас маманмын, мен бәрінен озықпын деп өзін жоғары санайтындығы бар. Немесе мен әлі ештеңе білмеймін, мен жас маманмын, мен сіздерден үйрену үшін келдім деген секілді өзін өте төмен ұстайтын жағдайлар кездесіп жатады. Ал педагогтың ұстанымы неден тұрады? Ол тиімді сабақты жоспарлаудан, адал бағалаудан, сараптаудан, зерделеу нәтижесінен тұрады. Зерттеудің түрлерін меңгеру, ол қандай зерттеу, мектепке лайықты екенін сіздер Мұқан Иманжановтың алғашқы айлар шығармасын оқысаңыздар, повесін оқысаңыздар, хикаятын. Сол кезде Жақыпбектің мектептің табалдығында есігінің алдында тұрып, тұтқасын ұстамас бұрын, есіктің алдында ойнап жүрген балаларға зерделей қарағанын байқайтұғын болсаңыздар, сіздер де мектепке келе жатқан кезде сол ауладағы балаларды зерттей қарап, сол арқылы сіздер жаңағы болашақ өзіңіздің алдыңыздағы оқушының қандай екенін тани бастайсыздар, зерттей бастайсыздар. Одан кейін жас маманға ең қажетті құрал, бұл жаңағы ең мықты сауыты, ол оқыту технологияларын білуі. Қазіргі кезде 7 модуль деп айтамыз, немесе жаңағы 7 модуль арқылы сабақта қолданатын әдіс тәсілдері. Мынау түйіндемеде ескеретін дүние, түйіндемеде осы
өзі практикадан, тәжірибеден өтіп жүрген кезде қандай әдіс тәсілді қолданған, 10 шақты әдіс тәсілді тізіп жазып қойса, ол жас маманның тезірек жұмысқа орналасуына, тезірек мектептен сағат алуына жәрдем беретіні сөзсіз. Ал келесі бір жас маманға аса қажетті дүние, кешеде әріптестеріміз айтып жатты, бұл нормативтік құжаттар. Нормативтік құжаттар мынау өзгермелі заманда қазіргі біз айтамыз ғой, ВУКа әлемі деп. Өзгермелі заманда жиі өзгеріп тұрады. Сондықтан оқу жылының басындағы бұйрықтар менен мемлекеттік білім беру стандартынан бастап барлық мектептің директор шығарған оқу жылын бастау жөніндегі бұйрыққа шейін жас маман таныс болу керек. Және ол неден тұратындығын, құрылымын, жүйесін білу керек. 6-шы қадамы бұл мұғалім оқушы ата-ана қарым-қатынасындағы психологиялық біліктілігі. Бұл әрине университет қабырғасында қалыптасқан педагогика психологиядан меңгерген өзінің жаңағы теориялық білімі. 7-ші, ең бірінші жас маман өзінің ең алғашқы сабақ жоспарлаған тәжірибесінен бастап оқушының нәтижеге жетелеуі, оқушының жетістігіне қуана білуі. Сол арқылы жаңағы өзінің біліктілік қадамын жасауы. Осы 7 сауыты түгел жас маман кез келген мектептің қабырғасына қаланып, әрі қарай өзінің жаңағы өмірлік танымын, өмірлік ұстанымын ұстап, әрекет ете алады деп ойлаймын. Келесі менің тоқталмақ дүнием бұл мұғалім ұстанымы. Мұғалім ұстанымы деген кезде біз қазіргі жаңа теорияларға сүйенеміз, ал өзіміздің ұлттық педагогикадан Мағжан Жұмабаевтың және Ахмет Байтұрсыновтың ұстаз туралы айтқан ойларына сүйенетұғын болсақ, онда ұстаз мұғалімнің ұстанымы, оның көзқарасы, оның қабылдаған шешімі мен іс-әрекетінің негізі болып танылады. Ендеше, осы уақытқа шейінгі өзімнің тәжірибемде және жас мамандармен жұмыс жасағанда кездесетін ұстанымдардың бірі, әуелі мұғалім ретіндегі ұстанымы. Бұл іс-әрекетке бейімділігі. Өзгермелі заман деп отырмыз ғой. Біз аяқ астынан мысалы онлайн оқуға көштік. Осы кезде бізге не қажет болды? Біздің 180% өзгеріске ұшырадық. Алғашқы кезде қатты қысылдық. Қалай өткіземіз сабақты? Оқушымен қалай байланыс жасаймыз деген кезде өзіміздің тыпырлап ізденуімізге тура келді. Түрлі платформаларды қарадық, түрлі онлайн сабақ беру тәсілдерін қарадық. Осының өзі мұғалімні іс-әрекетке бейімдейді. Бәрін алғанда, тұтас алғанда мұғалімнің әр сабақтағы әрекеті, әр сабақтағы көзқарасы оқушыға тікелей әсер етіп отырады. Менің пәнім бойынша айтар едім. Мысалы, Сәбит Мұқановты әркім әртүрлі бағалайды. Кей әріптестерім Сәбит Мұқановты оқытқысы келмейді. Оның қоғамдағы түрлі көзқарасына байланысты. Сондықтан сол көзқарасын оқушыға сездіретұғын болса, немесе оқушыға сол көзқарасын беретұғын болса, онда біз бірталай ұлттық құндылығымызды жоғалтып алар едік. Ендеше, біз таңдауды оқушының өзіне беруіміз керек. Қай сабақтан болса да, ұлтымыздың тарихына келген кезде, ұлтымыздың ұлттық құндылығына келген кезде, жеке басымыздың жеке көзқарасымыз емес, ұлттық құндылық тұрғысынан жаңағы тиімді оқушыға дұрыс таңдай жасай білуге үйретуіміз керек. Келесі мұғалімнің көзқарасы оқушыға әсер етеді. Оқушы мұғалім сүйсініп тұрған, мұғалім жаңағы мадақтап тұрған жазушыны тезірек оқып, тезірек біліп алғысы келеді. Сондықтан да оқыту үрдісінде қалыптасқан көзқарастар міндетті түрде тікелей оқушыға әсер етеді. Ал келесі шешім, әр сабақты жоспарлаған кезде, әр сабақ жоспары мұғалімнің бір ғылымы еңбегі десе болады. Ол қиыннан қиыстырылады. Мұғалім сабақ жоспарын жоспарлаған кезде көз алдына оқушысын елестетіп отырып, қай оқушысы қандай деңгейде, оған қандай сұрақ беремін, оны қалай жетелеймін деп отырып жоспарды жасаса, онда оның бүгінгі сабақ жоспары нәтижелі болады. Ал сабақ жоспарысыз сабаққа келген мұғалім, ол түкке тұрмайтын уақытты, оқушының уақытын тиімсіз пайдаланатын адамға айналады. Ол бір оқушы
сабаққа теріс қарап отырса, телефонмен айналысып отырса, сонымен әуре болып кететін, уақытының бәрін босқа сарп ететін адамға айналады. Сондықтан да мұғалім сабақты жоспарлаған кезде өзінің шешімін тек қана оқушыны дамытуға бағыттауы керек. Мұғалімнің әрбір жаңашыл идеясы дамыған оқушыны қалыптастыруға жұмсалу керек. Бұл да жас маманның ең бірінші бағытқа алатұғын, ең бірінші нысанға алатұғын дүниесі. Келесі мұғалім ұстанымындағы бұл іс-әрекет. Басынан бастап айтып келе жатырмын, мұғалім қай уақытта ұлттық құндылықтан, ұлттық дәстүрден, ұлттық тәрбиеден насихаттап отырған кезде қай уақытта болсын соңғы шешімді оқушының өзі қабылдауына мүмкіндік беру керек. Сол шешім арқылы оқушы дамиды. Ал егер оқушыдан бұрын шешім шығарып қоятын болса, немесе оқушыға алдын ала барлығын айтып аузындағы сөзін алып қоятын болса, онда ол оқушы дамымайды. Қайта өзін ыңғайсыз сезініп, мұғалімнің көңілінен шықпағандығына қиналып тұйықтала беретіндігі айқын. Сондықтан да мұғалімнің ұстанымы әрқашанда оқушыны дамытуға құрылатындығын ескеруіміз керек. Мен бағана 7 қадамның бірінде нормативтік құжаттарды айттым. Бұл нормативтік құжаттар, кешіріңіздер, маған көріну үшін кішкене әрі бері қозғап отырмын. Нормативтік құжаттардың ең бастысы бұл мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Бұл жөнінде алғашқы конференцияның алғашқы кезеңінде сөйлеген әріптестерім болды. Бұл не үшін қажет? Бұл біздің бүкіл жұмысымыздың бағыты. Біз оқушыға 10-шы сынып оқушысына не береміз? 5-ші сынып оқушысына не береміз? Оны қандай нормада оқытамыз? Тіпті 5-ші сыныпқа аптасына қанша рет сабақ береміз? 11-ші сыныпқа аптасына қанша рет сабақ береміз? Осының бәрі жүйеленген, қалыптасқан стандарт. Және оқушыны оқу жылының басынан бастап, оқу жылының соңына дейін қандай деңгейге жеткіземіз деген дүниенің барлығы осы стандартта айтылады. Бұл біздің темірқазығымыз. Әрбір педагогтың темірқазығы бұл жалпыға міндетті білім беру стандарты. Осы стандарттан туындайтын оқу бағдарламасы туралы да алдыңғы жолда айтылды. Бұл бағдарламада бөлінген оқытатын жазушыларымызға қанша сағат бөлінді және қандай мақсат? Қазіргі кезде жаңартылған білім беру мазмұнында оқу бағдарламасы әрбір сабақтағы мұғалімнің іс-әрекетін, мақсатын ашып қойған. Осы мақсаттардың барлығы осы бағдарламада қамтылған. Осы бағдарламаны 100% білген студент немесе жас маман өзінің жаңағы күнтізбелік тақырыптық жоспарын жасауға әзір тұрады. Ал одан бұрын әр оқу жылының басында шығатын әдістемелік нұсқаулық бар. Бұл әдістемелік нұсқаулықта сіз қанша апта сабақ бересіз, ол сабақтарыңыздың сағаттары қанша, және демалатын күндер қанша, сабақ өтпейтін күндер. Ал сабақ өтетін күндеріңіз қанша, оның әрбір күнін, әрбір 40 минутын жоспарлауды осы әдістемелік нұсқаудан аласыз. Ондағы бекітілген күнтізбелік күндерге қарап, сіз орта мерзімді жоспарды немесе тақырыптық күнтізбелік жоспарды жасайсыз. Ал тақырыптық күнтізбелік жоспарға бүкіл 68 сағатыңызды, 102 сағатыңызды орналастырып алғаннан кейін мақсатыңызға қарай қысқа мерзімді жоспар жасайсыз. Мен енді бұларға әрі қарай тоқталып кетпейін, өйткені алдыңғы жолғы Асхат Әлімовтен артық қысқа мерзімді жоспарды жоспарлауды ешкім жетілдіріп айтпайды. Бізде қазір сол Асхат Әлімов ағайымыздың қысқа мерзімді жоспарды жасаудағы тәжірибесін, үлгісін көріп жүрміз. Дегенмен де оқу жылының басында Қазақстан Республикасы білім министрінің бекіткен бұйрықтары бойынша қысқа мерзімді жоспардың стандарты да өзгеріп отырады. Онлайн сабаққа байланысты жаңағы қандай қысқа мерзімді жоспар жасаймыз, жаңағы синхронды, асинхронды сабаққа байланысты қандай қысқа мерзімді жоспар жасайтындығымыз бұл бізге бұйрық бойынша бекітіліп беріліп қойған. Барлық жоспарды біз соған сәйкес
орындаймыз және соған сәйкес оқушыға жеткізуге тырысамыз. Келесі 5-ші қадам бұл мектеп мәдениетін білу. Мектеп мәдениеті дегеннің өзі бір жаңа үлкен теория, термин сөз. Қазіргі кезде мектеп мұғалімдерінің басшылыққа алып отырған, немесе мектеп менеджментінің басшылыққа алып отырған дүниесі үлкен зерттеуді талап ететін қазақстандық білім беру саласына жаңадан еніп жатқан дүние. Ал енді мектеп мәдениетінде ең алғаш басшылыққа алатынымыз бұл педагогикалық кеңестің шешімдері. Мектептің уставы бекітілген, сол устав бойынша педагогикалық кеңес жылына 4 рет, 5 рет немесе 6 рет өтеді. Негізгі жоспарлы 4 рет өтеді. Кезектен тыста өтуі мүмкін. Бұл педагогикалық кеңесте бүкіл мектептегі шешімдер және педагогтың әрбір қадамы осы педагогикалық кеңес арқылы реттеліп отырады. Ал педагогтың тәжірибесі, педагогты дамыту, педагогты тәжірибесін тарату мәселесі бұл әдістемелік кеңесте қаралып отырады. Бұлардың барлығы мектептің даму жоспарында әрбір әрекет, әрбір іс әрекет жоспарланады. Сол жоспар педагогикалық кеңесте талқыланады. Содан кейін әрі қарай жыл бойғы мұғалімдердің жұмысы ретті сабақтасып отырады. Ал мектептегі барлық істе мұғалімнің ең басты қолдаушысы, қорғаушысы бұл кәсіподақ ұйымы. Кәсіподақ ұйымы еңбек тәртібін де қадағалайды, кәсіподақ ұйымы мұғалімді қолдайды және мұғалімнің жағында шешім шығарып отыратұғын бірден бір қорғаушы ұйым. Одан кейін үнемі жиі жаңағы мұғалімнің есеп беріп отыратын дүниесі бұл директор жанындағы кеңес. Әр айда бір рет өтеді де бүкіл мектептегі атқарылған жұмыстарға бағыт бағдары туралы жалпы осы директор жанындағы кеңесте сіздер жалпы мағлұмат алып отырасыздар. Енді мұғалімнің өзінің жеке басына тоқталғым келеді. 6-шы қадамда Бауыржан Момышұлы айтқандай ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет дейтұғын болсақ, біз мұғалімнің 3 көмекшісі бар деп есептейміз. Бұл бірінші басы болғанда бұл кәсіби біліктілігі. Қазіргі біздің бітіргелі отырған студенттеріміздің, болашақ мамандарымыздың басындағы теория кәсіби біліктілік. Ал екіншісі қолы. Сабақ жоспарында нені жоспарладың? Соның барлығын өзіңнің қолыңмен жасап, өзіңнің қолыңменен оқушыға ұсынасың. Ал одан кейінгі екіншісі, абай айтқандай жүрегісі, немесе мұғалімнің этикалық, моральдық құндылығы, бұл батыс ғалымы Шульманның ілімі бойынша айтып отырмын, осы әрекеттердің барлығы кімге қызмет етеді? Өзі педагог деген сөздің өзі бала жетектеген адам деген гректің ілімінен туындаған болса, тек қана оқушыға қызмет жасайды. Біздің алдымыздағы құдірет бұл оқушы. Оқушының үнін тыңдау, оқушыны дамыту, оқушыны тыңдай отырып, оның ата-анасыменен, отбасының байланысын, қарым-қатынасын реттеп деп неге тоқталып отырмын? Себебі өз басым оқушымды кейде ата-анасынан да қызғанам. Неге? Себебі оқушымның дамуына ата-ананың көзқарастары ықпал ете бастаса, оның Қазақстан деген халықтың, ұлттың тұлғасы ретінде қарасам, одан зиянды нәрсе көретін болсам, мен оқушымды сол зиянды әрекеттерден қорғай бастаймын. Ал енді ата-ананың жаңағы ұлағаты оқушыға жақсы болып тұрса, оқушыға дамыту керек болып тұрса, онда мен ата-анамен бірге оқушыны да дамыта аламын. Осы секілді педагогтық ұстанымдар, қағидалар әрқашанда жас маманның алдында тұратын, немесе қан тамырына айналып, соның тұтас бітіміне айналатын дүниелер деп есептеймін. Одан ары қарайғы кезеңде кешегі конференцияда зерттеу сабағына тоқталуды өтінген болатұғын, жаңа әріптесім Өміргүл Ертісханқызы тоқталып өткен секілді, мен зерттеу сабағын Қазақстандағы Пит Дадлидің теориясы бойынша ұсынатындығымызды айтып өткен секілді, ал біздің Қазақстанға келіп өзінің тәжірибесін толық көріп, Қазақстандағы зерттеу сабағының қандай бағытта екендігін айтып, оның жетістіктері мен кемшілігін бағалап кеткен жапондық ғалым өздеріңіз жақсы білесіздер. Мен бұл жерде айтайын дегенім,
Лестен стадий зерттеу сабағы нені береді? Бұл сынып дегеніміз кәсіпқойларға қызмет етуге тура келетін барынша күрделі жұмыс жағдайлары, шамамен 1 сағатқа жуық уақыт ішінде сабақта жұмыс істеп отыратын 30 және одан да көп оқушы үлкен көлемді ақпарат өндіреді. Мұғалімнен ақпарат алады, немесе оқулықтан алады, беріліп жатқан теориядан алады, көрсетіліп жатқан тыңдалымнан жаңағы алады. Бұл ақпаратты мұғалімге жетуінің жылдамдығы да үлкен. Соның салдарынан сабақ жапондықтар айтқандай ағыны қатты өзен секілді. Яғни Лестен стадийді зерттеу сабағын алған кезде мұғалімдер спонтанно немесе мен мына осы зерттеу сабағын өткізейінші деп ала салмайды. Менің тәжірибемде зерттеу сабағын ұйымдастыру бұл мектептегі білім оқушыларының білім деңгейлерін зерттей келе, сараптай келе, сол зерттеуден туындаған сұрақтарды арқылы аламыз. Осы оқу жылында ең төмен көрсеткіш көрсеткен, немесе әр кезеңде әртүрлі білім деңгейі сапасын көрсеткен сыныптарды таңдап аламыз. Сол сыныптарды таңдап алғаннан кейін жаңа сол сыныпқа сабақ беретін мұғалімдерменен ақылдасамыз. Бір сынып 5-ші сыныпты алсақ, немесе 2-ші сыныпты алсақ, сол сыныпқа сабақ беретін мұғалімдермен ақылдаса отырып, неге зерттейміз бұл сыныпты? Біздің зерттеу проблемамыз қандай, тақырыбымыз қандай деген нәрселерге тоқталамыз. Бұл жерде менің көрсетпегім жаңағы Лестен стадий нұсқаулығы, осы нұсқаулықтағы айтылған мына жағдайлардың барлығын ескере отырып, алдыменен мұғалімдерге бұл нұсқаулықтар туралы бірнеше курс өтіп, мұғалімдерді әбден шыңдап аламыз. Енді Лестен стадийдің неше кезеңнен тұратындығын жаңа алдыңға әріптесім жақсы айтып кеткен сыңайлы. Енді менің айтайын дегенім келесі Лестен стадийға байланысты бірнеше бұл мынандай сұрақ болды жаңа әріптестер, тыңдап отырған әріптестермен. Лестен стадийді мұғалімдер өздері ұйымдастыра ма деп. Лестен стадийда мұғалімдер мектептің проблемасына байланысты зерттеуге тұратын жаңағы білім деңгейі төмен сыныптарға ұйымдастырады. Неге сол сыныпты сабаққа қатысу арқылы зерттеп, неге білімі төмен екендігін саралай отырып, жаңағы зерттеу сұрағы туындайды. Сол кезде мұғалімдердің өзі жеке тобы пайда болады. Бұны біз мектепте ынталы топ деп атаймыз. Ынталы топта 5-тен 20-ға дейін мұғалім болады. Біз қаншалықты оқушыны зерттейтін проблемамызды анықтаған сайын мұғалімдердің тобы көбейе түседі. Бұлардың барлығы да ынталы болады. Енді зерттеу сабағының кәдімгі ашық сабақтан қандай айырмашылығы бар? Айырмашылығы өте көп. Зерттеу сабағындағы сабақ жоспарланған кезде бұл бір мұғалімге қатысты емес. Бір мұғалім инициатива көтеріп, сабақты жоспарлап келеді, ал ол сабақты біз сол топта отырып, жоспарланған сабақты талдаймыз. Мына алып отырған тапсырмаларымыз оқушыға ыңғайлы ма? Оқушы бұны шеше ала ма? Қай деңгейдегі оқушы шешеді? Бұл қай деңгейдегі оқушыны дамытады? Неге дамытады? Қалай дамытады деген сұрақтар арқылы бүкіл бірнеше қайтара талқылау өтеді. Бұл зерттеу сабағына дейін. Ал зерттеу сабағы болатын күні жаңағы сұрақтар түгел жүйеленген, тапсырмалар түгел жүйеленген, зерттелетін оқушылар анықталған және кім зерттейтіні анықталған, тек дайын күйде оқушыны бақылауға барады. Бір ескертетін жағдай зерттеу сабағын ұйымдастырған кезде бақыланатын оқушыға ыңғайсыздық тумау керек. Зерттеп отырған мұғалім бақыланатын оқушының сабақты орындауына, тапсырманы орындауына кедергі жасамау керек. Олар алыстан отырып, немесе жаңағы оқушы әрекетінен тыс қашықтан бақылап отырады. Яғни сәл алысырақ, немесе оқушыға кедергі жасамайтындай жағдайда бақылап отырады. Ал оқушыларға неге бақыланатындығы айтылмайды. Себебі олар тек қана ашық сабақ өтеді деп, қазір бізде оқушылар ашық сабақ өтеді, немесе зерттеу сабағы өтеді деп қана түсінеді. Ал ол жерде өздерін мүмкіндігінше көрсетіп қалуға, немесе өздерін жақсы жақтарынан байқатып қалуға тырысатындығына біздің көзіміз анық жетті.
зерттеу сабағы бір күндік жұмыс емес. Бұл бір циклдан 3 циклға дейін тұрады. Мысалы, қазақ әдебиетін жоспарласақ, қазақ әдебиеті 1 ай көлемінде өтеді. Бір апта, осы аптада қазақ әдебиеті пәнінен зерттеу сабағы өтетін болса, ол өтіп болғаннан кейін талданады, жаңадан сұрақ пайда болады. Сол сұрақты біз ары қарай келесі сабаққа жоспарлаймыз, одан кейін келесі сабаққа жоспарлаймыз. Әр аптада бір сабақ өтетін болса, біз 1 ай бойы сол оқушыны дамыту үшін жасалатын жұмыстарды бірге бірлесе талдай отырып оқушыға ұсынамыз. Бұл жерде оқулықтағы тапсырмалар да ескеріледі. Бірақ оқулықтағы тапсырмалар жай сабақта орындалған болса, ол одан әрі қарай дамыту міндетті түрде көзделеді. Тапсырмалар оқушыға сараланып береді деңгейіне қарай. Бұл жөнінде енді бірінші циклда әдебиет сабағы өтетін болса, екінші циклда тағы да ең қиын төмен болып тұрған математика пәні алынуы мүмкін. Үшінші циклда сол сыныпта география пәні алынуы мүмкін. Сондай жаңағы 1 ай бойы бірнеше ай бойы біз оқушыны зерттеп, содан шыққан нәтижені жаңағы айта аламыз. Бұл жерде енді жаңағы ынталы топтың істейтін әрекеттері менен оқушыны бақылағаннан кейін оқушы қандай әрекеттерге, бақылауда оқушыны қадағалау қандай деңгейде жүзеге асады, бұл жөнінде әрбір мұғалімге жеке-жеке бағыт-бағдар беріледі. Одан кейін басқа оқушылар оқытуға қатысты мәселелер, оларды талқылау, яғни қандай сұрақ беріледі, оған оқушының болжамды жауабы қандай болады деген дүниеге шейін жаңағы сарапталып талданып алады. Оқыту материалдарына қатысты мәселелер де талқыға түсіп отырады. Ынталы топтың алдында талқыға түседі. Бәрі егжей-тегжейлі шешілгеннен кейін ғана біз сабақты бастауға белгіленген мерзімде жинала қаламыз. Ал кезеңдегі әрекеттер мынандай, бұл жөнінде айтылған шығар. Енді мен өзімнің тәжірибемдегі жоспарлаған сабағымнан кішкене үлгі бергім келіп тұр. Жоспарлаған сабақты көрсеткім келіп тұр. Мысалы, мынау қазақ әдебиеті сабағынан өткізілген зерттеу сабағы, зерттеу сұрағы мынандай. Ең бірінші зерттеу сұрағы туындайды. Сол зерттеу сұрағы арқылы біз зерттеу сабағын жоспарлаймыз. Топтық жұмыс арқылы оқушы үлгерімін жақсартуға бола ма? Яғни топтық жұмысы қазіргі кезде теорияда жада деп аталады, жақын даму аймағы. Оқушылардың бірін-бірі көпіршелер арқылы жаңағы дамытып, бірін-бірі қолдап, бірін-біріне айтады. Енді осы кезде мынандай бағалау критерийін алдым мен сабаққа. Бірінші, оқушылар қандай жаңағы мақсатымызға қарай не істеуіміз керек? Бұл сабақ мақсатынан туындап отырған критерий. Оқушылардың әрекеті, бағалау критерий деп отырғанымыз, бұл оқушылардың сабақтағы әрекеті. Поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтайды. Өлеңдердегі көркемдегіш құралдарды анықтайды. Шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдайды, әдеби эссе жазады. Бұл жерде енді біз ары қарай сабақ материалдарына келетін болсақ, бұл мұғалімнің дайындайтын бағанағы қолы дейдік қой, мұғалімнің 3 көмекшісі бар, қолымен жасаған слайд, бейнебаян, кеспе қағаздар, тапсырма парақтар, өтіп жатқан, өткелі отырған ақын жазушылардың суреттері, портреттері, ғалымдардың пікірі, бағалау парағы болады. Сабақ бойындағы оқушының өзін-өзі бағалау немесе оқушыдағы топ жетекшісінің бағалау парақтары арнайы жасалып, қолдарына беріліп қояды. Ал енді лесен стадийдің мақсаты, мысалы, Өтемісұлы шығармаларын қайталай отырып, топтық жұмыс арқылы оқушы білімін бұл жерде барлық оқушы ақынның өлеңін оқи отырып, ол жерден автор бейнесін анықтайды. Шығармадағы көркемдік құралдарды
біледі, шығарманы талдайды, есте жазады. Ал көп оқушы шығарманы ұлттық құндылығын тұрғысынан талдайды, шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдайды, әдеби есте жазады. Кейбір оқушы әдеби есте жазуда ұлттық құндылықтарды өте жақсы қолданады, шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдай отырып, оны есте жазуда пайдаланады. Бұл енді жоғарғы деңгейдегі оқушылардың істейтін әрекеттері. Яғни топтан оза шауып алдыға шыққан оқушылардың мақсаты болып табылады. Енді бұдан ары қарай талдасақ, өте көп жұмыстар бар. Енді мен сіздерге осы кездегі оқушыларды қалай бөлгендігіме тоқталып өткім келеді. Сыныптағы оқушыларды зерделегелі, А дейіндегі бірнеше оқушы, бұны оқушы білмейді. Бұны ынталы топ мұғалімдері ғана біледі. Яғни оқушыны бақылайды. Осы А деңгейіндегі оқушылар өзінің жоғарғы деңгейдегі қабілетін қаншалықты деңгейде көрсете алады. Дағдысы қандай, қабылдауы қандай, беріліп жатқан сұрақты түсінуі қандай, оны өзінің тәжірибесінде қолдануы қандай. Ал енді В деңгейіндегі оқушыларға өз деңгейіндегі тапсырмалар береді, С деңгейіндегі оқушыларға өз деңгейіндегі тапсырмалар береді. Тапсырмалардың жіктелгендігін оқушы білмейді, оқушыға хабарланбайды. Егер оқушыға тапсырманың жіктелгендігі немесе тапсырманың нақтылығы айтылып қойған болатын болса, ол сабақ өтілмейді. Онда басқа сабақ жоспарланады. Сондықтан да бұның барлығы оқушыға құпия түрінде. Оқушы мынаны біледі. Осындай жаңағы бірнеше мұғалім қатысатын сабақ өтілетін ғана біледі. Сол сабақта өзінің деңгейін көрсете алатындығы, сол үшін өзінің алдындағы оқу материалын өзіне тиісті алдын ала берілсе тапсырма оқуға жаңағы сол материалдарды оқып меңгеріп, соған ізденіп, жаңағы өзінше алдындағы материалдарын жинап алған деректерін пайдалануға тырысады. Одан ары қарайғы мынау сабақ бойынша оқушыларға берілетін барлық тапсырмалар, бұл жерде оқушыларға қойылатын сұрақтар нақты болады, күтілетін нәтиже алдын ала болжанады, оқушының болжамды жауабы жазылу тұрады, жоспарда күтілетін нәтиже де жазылу тұрады, оқушының одан кейінгі нақты жауабы қайтадан талданады, одан күтілетін нәтиже және оқушының жауаптарының барлығы сараланып тұрады. Бірнеше сұрақ болғаннан кейін бірнеше жауап болады. Міне кезең бойынша енді мен одан ары қарай оқушыны біз қалай топқа бөлеміз. Енді қандай материалдар дегенде жаңа сұрақ қойылды, оқулық көлеміндегі материалдар ғана ма деп. Жоқ, егер оқушы стандартты деңгейде меңгеріп отыр ғой, бізге оқушыны одан ары қарай дамыту керек. Сондықтан біз оқулық тағы тапсырмамен шектеліп қалмаймыз. Лиценстадий тапсырмасын құрған кезде оқушыны дамытатын тағы да тиісті материалдарды қосымша береміз. Оқуға деректер береміз. Сол деректерді пайдаланып оқушы осы жерде сол әрекетті қалай пайдаланғандығын бақылауда боламыз. Осы сабақты жоспарлаған кезде мен оқушыларды мынандай топтарға бөлдім. Бұл мұғалімдермен талданды терең. Бірінші оқушыларды бірнеше топқа бөлдік, өйткені біздің зерттеу тақырыбымыз топтық жұмыс арқылы оқушының білімін көтеруге бола ма дедік қой. Енді мынау мұғалімдерге ынталы топқа ғана түсінікті дүние. Бұл жерде А деңгейіндегі оқушы біреу, С деңгейіндегі оқушы екеу, бір топта 6 баладан бөлініп отырған кезде В деңгейіндегі оқушы үшеу, С деңгейіндегі оқушы үшеу. Бір А деңгейіндегі оқушыны осы топқа бөлдік. Яғни, мынау А деңгейдегі оқушы біздің бақылауымыз бойынша мына оқушыларға лидер бола ала ма? Топ басшысы бола ала ма? Жаңағы берілген тапсырмаларды талдау кезінде балалар осы А деңгейдегі оқушының көмегіне сүйене ме? Немесе Б деңгейіндегі оқушы А деңгейіне көтеріліп кете ме? Өзі лидер болып кете ме? Осыны бақылаймыз. Сонда топқа бөлген кезде Махамбетке байланысты өткен тақырыпта тарихшылар тобы, зерттеушілер тобы, әдебиетшілер тобы, ақындар тобы дедік. Мұнда Махамбеттің ақындығын талдайды, Махамбеттің жаңағы туралы айтылған әдебиетшілерді, әдеби ұғымдарды айтады, Махамбет заманындағы тарихқа шолу жасайды,
Ал зерттеушілер Махамбетті зерттеген кім? Олар қандай пікір айтты? Соған тоқталады. Яғни сол бағытта жұмыс жасайды. Оқушыларға алдын ала берілген тапсырмалар бойынша осындай жұмыстарды атқарады. Енді деңгейге қарай бөлген кезде бұл оқушылардың осылай деңгейге бөлгенін тек қана ынталы топ қана білетіндігін мен айтып өттім. Дәл осы секілді келесі сабақта да осындай жұмыстар жоспарланды. Бұны да сәл ғана көрсетіп кетейін. Бұл жердегі жаңағы жоспарланған жұмыста да оқушыларға берілетін жұмыстар осылай нақты, тиянақты айтылып өтті. Келесі сабақта да осындай жаңағы жоспарлау жүргізілді. 3 сабақтың нәтижесінде біз неге жеттік? Нені қабылдадық? Қандай жетістікке жеттік? Дегенді де айтып өтуімізге болады. Қазір мен сіздерге осы сабақтың видео бейне көрінісін немесе суреттерін көрсетуіме де болады. Осылай 3 сабақты жоспарлаған кезде оқушылар өздері оқып отырған жаңағы шығармалар туралы терең біліп, білім деңгейін көтере алды. Қандай нәтижеге жеттік? Дәл осы сыныптың жоғарғы мектептегі ең төменгі деңгейдегі сынып болса, қазіргі кезде ең жоғарғы деңгейдегі сыныпқа айналғандығын сенімменен айта аламыз. Яғни зерттеу сабағы арқылы біз мектептегі оқушының әлеуетін зерттеу арқылы өзіміздің қатемізді анықтадық, оқушыға көмектестік, дамуына жағдай жасадық, білімді терең меңгеруіне жағдай жасадық, дами алатындығына сендірдік. Сол арқылы оқушы өздігінен білім алуға үйренді. Енді қысқаша айтқан кезде адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан, біздің алдымыздан шығып кеткен, жас маман болсақ та, бір күн сабақ берсек те, алдымызда отырған, алдымыздан шығып кеткен оқушылардың өмір бойға ұстанымы, өмір бойға алған тәлімі, өмірдегі орнын табуы барлығы ұстаздың парызы, ұстаздың қызметінен тұратындығын біз анық білеміз. Өйткені Абай айтады, адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан дейді. Ал енді осындай жұмыстарды жүргізу кезінде маған Әл-Фарабидің осы ұстанымы өте жақсы әсер етеді. Менің ұстанымым секілді, ұстаз ол жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырда аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнері білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен игілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін, батыл, ер жүрек болу керек дейді. Бүгінгі күннің ұстазы сондай болу керек. Өйткені мына пандемия кезінде ұстаздардың ерлігін өлшеусіз. Өзгермелі заманда біз оқушының алдында ең басты мақсатымыз оқушыға білім беру, оқушыны сүю, оқушыға махаббатпен қарау десек, біз оқушы үшін мен өзім әрбір аптамдағы жексенбі күнімді өзімнің білімнің деңгейін көтеруге, оқушыларының алдында оқушыларыма жағдай жасауға жетпеген білімімнің бәрін қосымша оқып біліп отырдым. Менің қазіргі қоржынымда Камтазия бағдарламасымен жұмыс жасау, Бандикам бағдарламасымен жұмыс жасау, түрлі интернет ресурстары арқылы оқушыларға тапсырма беру, келген уақытта оқушы үшін қызмет істеуге қажетті жағдайлардың бәрін үйреніп, дағдыға айландырып, жаңағы оқушыға ұсынудамын. Олай болатұғын болса, ұстаз деген дүние, бұл бір күнде қалыптасатын дүние емес, тамшыдай болып тамып, тасты жаратуын үлкен қызметтердің дүниесі.
ұстаз болған адам ешқашан уақытпен санаспайтындығы. Ал бірақ уақытпен санаспайды екем деп күндіз түні демалыссыз жұмыс істеу, бұл ұстазға да ауыр. Әр уақытын тиімді пайдалану, яғни тайм менеджментті өзіне қоя білу, оқушыға да соны қоя білген кезде біздің қоғамымыз да дамиды, біздің өскелең ұрпағымыз да дамиды деп сөзімді аяқтағым келеді. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Өте жақсы, рахмет. Рахмет Мейрамгүл Барақасапқызы. Мынау нағыз ұстаз, нағыз зерттеуші, ғалым, ұстаз деген біздің білім алушылар үшін өте үлкен өнеге болды ғой деп ойлаймын. Мынау біздің білім алушыларымыз ертең осы Мейрамгүл апайымыз сияқты ұстаз болуға талпынады деп сенеміз. Ал енді құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, біз әдетте осындай бір үлкен кеңінен талқылау болсыншы деп бір секцияны деңгейін деп жалпы қойып отырғанымыз жан-жақты ақпараттық әдістемелік қорды толықтыру балалардың. Сондықтан әсіресе біздің студенттеріміз тарапынан сұрақтар болып жатса, түсінбей жатқан, білгісі келіп жатқан нәрселер болып жатса, уақытымызды көп алмай, тезірек кешіріңіз, отырған шығарсыздар. Өте ризашылығын білдіріп, сондай бір үлкен резонанс тудырып жатыр бүгінгі біздің баяндамашыларымыз. Сондықтан сіздерге біздің алғысымыз шексіз. Жақсы. кешіріңіз, мен бір нәрсе айтқым келіп отыр. Мейрамгүл Барақасапқызы, сізге қатты ризамыз. Өзіңізді бағана Нағима ханым айтып жатыр ғой. Мен мынадай ұсыныс айтар едім. Біз мектеп практиканттарға мектеп таңдаймыз ғой. Бұрын мен де өзімде студент болдым ғой. Сол кезеңде қай мектепте қандай үздік мұғалім бар, соны көздеп алып баратын біз оқыған кезеңде осы университет. Мен ойлап отырмын, біздің Алматы қаласында мектепте сабақ береді екенсіз, 115-ші мектепте. Мен Мансап орталығына сіздің мектепті алуды ұсынар едім. Нағима ханым, біздің мектептің мына болашақ ертең келесі жылы апарамыз ғой, биылдан қалдық енді. Келесі жылы апарғанда осы Мейрамгүл ханымның мектебіне апарсақ мектеп нелерді, студенттерді практикаға. Жақсы, рахмет. Бұл іс-шараның өзі де біз мектеппенен байланыс, біздің университеттегі теориялық білімімізбенен сол мектепті ұштастыру, қазір бір-бірімізден үйренетін. Сондықтан да бұл соны бастамасы деп ойлаймыз. Келесі жылы да сол біздің ішкі мәселелеріміз, сондықтан ұсынысты сіздер қабыл алады деген үмітіміз бар. Ұстаз енді ол ізгілікті адам ғой, Мейрамгүл апайымыздың өзі айтып отырғандай. Сондықтан енді бұл мәселе шешімін табатын шығар деген үміттеміз. Жаңағы өтінішке мен жауап бергім келеді. Біздің Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетпен келісімшарт байланысымыз бар мектепте. Егер студент жіберетін болса, біз міндетті түрде қабылдап алып, ол студентпенен тәжірибелік, тәлімгерлік жұмыс жасай аламыз. Енді жас мамандар үшін мектепте қарап қалмайды. Мектептің педагогикалық кеңесінде жас маман педагог ұжымда, кез келген ұжымда мектептегі жас маман мектебі бар. Ол жерде келген бетте тәлімгер бекітіледі, тәлімгердің жоспары болады, жас маманға толық қолдау көрсетіледі. Ол кезде педагогикалық кеңесте қалай сөйлеуді, немесе сабақ жоспарын жасауды, электронды журнал болсын, журналдарды жүргізуді, осыдан бастап, сабақ жоспарынан бастап, сол тәлімгердің мойнында. Және бізде енді өзіміздің мектепте тәлімгерлердің жас мамандарменен тізе қоса бірлесе жұмыс жасайтындығы жақсы жолға қойылған. Рахмет. Өте құнды, біз үшін аса маңызды жауап болып отыр. Біз қуаныштымыз. Мүмкіндігінше бізде әдетте енді оны бөлетін бізде Мансап орталығы арнайы педагогикалық практикамен айналысады. Біз ол кісілермен байланыс орнатып, өздеріңізге келесі жылы біздің студенттерімізді жіберуге өтініш жасаймыз. Және сіздердің мектептеріңіз, барлық мектептерге біздің балаларымыздың, студенттеріміздің дайын болып барғаны сіздердің тәлімгерлеріңізге де жеңілдік болады ғой деп ойлаймыз. Сондықтан мектеппенен университеттің арасындағы байланыс осыдан басталады ғой деген сенімдеміз. Рахмет. Егер де сұрақ жоқ болатын болса,
Мен қойсам бола ма? Кешіріңіздер. Жақсы сұраңыз. Жаңа мен өзім таныстырып өткен, мен Қалибек Оңалар. Мейрамгүл апай, сіздің мәліметтеріңіз біз үшін өте құнды болды. Сізге шексіз ризамыз, алғыс айтқымыз келіп отыр. Енді сіздің баяндамаңыздан бөлек тақырыпқа мен сұрақ қойғым келіп отыр. Ол жалпы менің ғана емес, бірталай студенттің көкейінде жүрген сұрақ. Себебі қазіргі бізде білім бағдарламасында бір шығармаға бұрынғыдай біздің оқып жүрген кездегідей 1-2 сағат қана емес, көптеген шығармаларға 5-6 сағаттан уақыт беріп қойған, сағат берген шығармалар бар ғой. Мысалы, мен өзім Көксеректі өттім, 6 сағат берілген. Енді менің сұрағым былай болып тұр. Қалай өткен тиімді болады? Мысалы, бастапқы бірнеше сабақта шығармамен толық танысып алып, қалған сағаттарда жаттығу жұмыстарын жүргізген тиімді ме, әлде бір шығарманы мысалы бірнеше бөлікке бөліп, әр бөлік сайын жаттығу жұмыстарын жасап, оқыған тиімді болар ма екен? Одан кейін тағы да екінші сұрағым бірден айтып өтсем, бізде мына группаластарымыз WhatsApp'та жазып жатады, міне осы мен Ақбілекті өтіп жатқаныма 7-ші сағат болды, 6-ші сағат болды, бүгін не айтам деген сияқты бір қиналып жататыны болады. Сондай студенттерге, практиканттарға сіз қандай кеңес берер едіңіз? Оңалар, рахмет сұрағыңызға. Бұл жағдай сабақ беруші мұғалімдерге, сабақты жоспарлаушы мұғалімдерге қиындық тудырмау керек. Жаңартылған білім мазмұнында бұрын біз Абайды бұрынғы жылдары 12 сағат өттік, 15 сағат өттік. 80-ші, 90-ші жылдары Абай жолын Мұхтар Әуезовті 15 сағат өттік. Кейінгі жылдары 9-ші сыныпқа 4 сағатқа берді. Ол кезде біз қиналдық, ойбай, мынау 4 сағатқа берді, біз Абай жолын меңгерте алмай жатырмыз деп. Ал одан кейінгі қазіргі кезде Абай жолына 11-ші сыныпта бүкіл 3-ші тоқсан берілген. Бірақ барлық мұғалімдер мынаны ескеру керек. Бізде жаңағы мемлекеттік стандартта бекітілген және оқыту бағдарламасында берілген мақсаттар бар ғой. Осы мақсаттармен жұмыс жасау керек. Әр сабақтың өзінің мақсатын тақырыптық күнтізбелік жоспарда белгілеп алады. Әр сабақтың мақсаты бар. Бұл бір көксерек болса да, мақсат әртүрлі. Бір мақсатта шығарманың композициялық желісін талдайтын болса, екінші мақсатта тақырып пен идеяны талдайды. Үшінші мақсатта жаңағы кейіпкерлер бейнесін таңдайды. Кейіпкерлер бейнесін сөйтіп әр күнгі мақсат бөлек-бөлек. Яғни мақсатты дұрыс ая алмаған адам не айтарын білмей қалатыны рас. Бұл қателік. Ал сондықтан да сіздер тақырыптық күнтізбелік жоспардағы мақсатқа қарасаңыздар, сол мақсатқа қарай оқушыны дамытатын жұмыстарды жоспарласаңыздар, онда ұтасыздар. Енді бұл жерде бір қиналатын нәрсе оқулық. Оқулыққа қарай жас мамандар енді көбіне көп оқулыққа сүйенеді ғой. Оқулық, қазіргі кездегі көп оқулықтың жас маман тұрмақ оқушыға да пайда бермей отырғанын ашық айтуымыз керек. Бұл жөнінде менің күресім тиылмайды. Өйткені оқулық оқушы үшін жазылу керек. Жарайды, мұғалім үшін жазылмай-ақ қойсын. Оқушы үшін жазылу керек. Оқушыға қажетті дүние болу керек. Оқулықтың бәрі мүлдем сапасы деп айтпаймын. Оқулық мақсатқа сай жазылғанда кейбір мақсаттарға сай тапсырмалар жоқ болып шығады. Тәжірибедесі аз мамандар осы жерде қиналып қалады. Оқулықта мақсатқа сай тапсырма жоқ, мен не берем дейді. Яғни мақсатқа сай тапсырманы мұғалім басқа теориялық ұғымдардан іздеп тауып, сол мақсатты ашатындай тапсырмаларды береді. Осы жағын ескеру керек. Көксерек қанша сағат оқылса да, оның басты тақырыбы экологиялық проблема. Яғни экология мәселесін көтеріп отыр. Жазушының идеясы да солай, әлемдік деңгейдегі тақырыпты көтергендігі. Одан кейін оқырмандардың немесе жас мамандардың қиналатын бір нәрсесі автор бейнесін анықтай алмайды. Бұны тәжірибелі мұғалімдерді анықтауға қиналады. Көбіне көп ұсыныс айтады. Осы автор идеясы деген нәрсені алып тастау керек деп. Қорқа-қорқа батыр болдық деп алғашқы кезде осы тақырыпты, осы мақсатты талдауға қиналсақ та, қазіргі кезде автор бейнесін анықтау мен үшін қиындығы жоқ. Себебі ол автордың өзінің туындысында, өзінің көзқарастары арқылы байқалып отыр. Кешегі күнде 6-шы сыныпта Туртай мінген Ақбозатта біз автор бейнесін 6-шы сынып оқушыларыменен жеп-жеңіл талдап кеттік. Сондықтан
бағдарламадағы мақсат басты біздің критериіміз болу керек. Басты мақсатымыз сол. Бағдарламада әр мақсат өз орын-орнымен тұрады.